Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Орыс тілі мен әдебиеті пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын қолдануды үйренеміз. Орыс тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып 2-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы Олжас Сүлейменов «Земля поклонись человеку». 2-ші сабақ. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары: 8, 4, 3, 1. Представлять информацию в виде презентаций, в том числе содержащей таблицу, схему, диаграмму, график. 8, 5, 1, 2. Использовать глаголы движения. Сабақтың мақсаты: представлять информацию в виде презентации, в том числе содержащей таблицу, схему, диаграмму, график. Использовать глаголы движения. Тапсырма: с помощью искусственного интеллекта проанализировать произведение Олжаса Сүлейменова «Земля поклонись человеку» и представить информацию в виде таблицы, инфографики и диаграммы. Оқушылар үш топқа бөлінеді. Бірінші топ: создайте таблицу по произведению. Екінші топ: создай инфографику развития идеи по произведению. Üçüncü топ: показать достижения человека, описанные в произведении. Ученики с помощью искусственного интеллекта анализируют произведения и представляют информацию в различных формах: таблица, инфографика, диаграмма. Бірінші топтың тапсырмасына қарасақ, бірінші топ: создайте таблицу по произведению. Бұл жерде біз Gemini жасанды интеллектін қолданатын боламыз. Бұл үшін бірінші топтың промптын копировать етіп аламыз. Яндексқа кіреміз. Деп жазамыз. Яндекс поискқа кіреміз. Gemini деп жазамыз. Міне, бірінші бізде шықты. Осыны басамыз, осы батырманы. Осы жерде Google аккаунттарыңызбен кірсеңіздер болады. Мына жерде кез келген таңдасаңыздар болады. Мен промны таңдап көрем. Және де осыған бірінші топтың промптын енгізем тапсырма бойынша. Мне бірінші топтың промптын енгіздім. Создай таблицу по произведению Олжаса Сүлейменова «Земля поклонись человеку». Астында барлығы жазылған. Енді ары қарай отправить дегенді басамыз. Және жауабын күтеміз. Бізде міне бірінші топтың тапсырмасын дайындап болды. Біз бұл жерде таблица бойынша бізге жауап берді. Барлығын жасап берді. Бірінші топтың тапсырмасы осындай болған. Енді екінші топтың тапсырмасын қарайық. Бізде екінші топта ChatGPT жасанды интеллектін қолданамыз. ChatGPT деп жазамыз. Осы жерде екінші топтың промптын енгізуіміз қажет. Бұл екінші топтың тапсырмасы: создай красивую инфографику, картинку, развитие идеи по произведению Олжаса Сүлейменова «Земля поклонись человеку». Осыны жібереміз. Міне бізге ChatGPT жасанды интеллекті біздің екінші топқа арналған тапсырманы, яғни біз промптты жаздық. Сол промпттан бізге осындай керемет сурет жасап берді. Келесі:
Келесі бізде үшінші топтың тапсырмасы, бізге тағы да Gemini жасанды интеллектісі керек. Осы жерге біз промптты енгіземіз үшінші топқа байланысты. Назови достижения человека, о которых говорится в произведении «Земля, поклонись человеку». Представь их в виде данных для диаграммы. Осыны басамыз. Міне бізде үшінші топтың тапсырмасында диаграмма түрінде барлығын дұрыс жасап берді. Осымен үш топтың да тапсырмасын жасанды интеллект арқылы жасадық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.